өзімізден туған ұрпақты қазақша сөйлетуге атсалысуымыз керек, ата-ана болып. ютубта барлығы орысша, контент орысша, содан кейін орысша сөйлеп кетті деп, орысша сөйлеп тұрген балаға біз орысша жауап беріп, оны сол тілде қарым-қатынасты қалыптастыратын болсақ, онда ол баланың қазақ тілге қайтып келуі қиын болады. Неге? Себебі тіл үйрену өте қиын процестердің бірі. Ал біз балаға жарайды, ана мазмұн контенттің барысынан шыққан орыс, ағылшын тілін сол тілде демейтін болсақ, онда ол бала екінші тілді үйренуге оған қиын. Өзіміз қолымызбен басқа тілді ұрпақты қалыптастырмауымыз керек. Ол жарайды контентті көре берсін. Себебі біздің қазақ тілді контент ол контенттермен қазір бәсекеге түсе алмайды. Оны қолдан жасай алмайды, мемлекеттен шеше алмайды. Оны мойындауымыз керек. Жарайды, контент көрсін, басқа тілді үйрене берсін бала. Бірақ та сіз балаңызбен сөйлесу тілін қазақ тілі жасаңыз.